Үйқы дәрілерін ұсақ ұнтаққа айналдырып, нан тілімдерінің арасына аздап сеуіп, қалған сүтке құйып, біркелкі болғанша араластырды. Арнайы дайындалған кешкі асты алып, жиеніне бермек болды. Бала төмен түсуге асықпады. Тәрелкені қояйын деп тұрғандай болды. Бірақ оны қойған кезде артынан бір адам пайда болды. Ол оны ұстап алып, жерге тіреді. Содан кейін ол балаға қарады. Олар баланың әкесі жалдаған қарақшылар еді. Олар баланың анасын өлтіріп, үлкен сақтандыру төлемін алған. Олардың жоспары сәтсіз аяқталды. Бала оларды полиция бөлімшесінде таныды. Ашылмау үшін олар баланы жоюды шешті. Қарақшы есіктің тұтқасын баяу бұрды. Төсектің астындағы бала қорқыныштан дірілдеді. Қарақшы оны іздеп жатын бөлмеге кірді. Ол төсекті түртті. Бала онымен бірге қозғалды. Бірақ көп ұзамай қарақшы оны тапты. Бала бұрышқа қарай жылжыды. Қарақшы кіріп, оның алдына пышақпен бұлғап, оны қорқытып айқайлады. Сол кезде қарақшы кенеттен сүйреп әкетілді. Екі мылтықтың дыбысы жаңғырып, еденде екі тесік қалды. Кенеттен тыныштық орнады. Балаға былғары аяқ киім жақындады. Бұл оның ең сенімді ағасы еді. Ағасы оған шкафқа тығылуды бұйырды. Қорғаныс үшін тапанша берді. Киімін түзетіп, шкафтың есігін жапты. Бірақ алдыңғы төбелесте ағасы арқасынан пышақталған еді. Басқа қарақшы баланың әкесін тауып алды. Ол оған ірі сақтандыру төлемін берем деп қорқытты. Бірақ Майк сақтандыру менеджермен жақындағына келіскендіктен ақшаны ала алмады. Оның адамға беретін ештеңесі болмады. Ер адам бас тартудан бас тартты. Кейінірек сол қарақшы жол апатынан қайтыс болды.